Сыртта күздің қара суық желі гуілдеп, терезені аяусыз сабалап тұрды. Үйдің іші де сыртқы ауа райынан бетер суық еді. Бұл суықтық пештің жоқтығынан емес, екі адамның арасындағы түсіністіктің жоқтығынан орнаған. Дастархан басында тек ескі нан мен бір кесе сұйық шай. Айгүл қабағынан қар жауып, күйеуіне оқ жыланның көзімен қарап отырды. Оның шыдамының шеті сөгілгеніне көп болған. Әрбір көршісінің жаңа алтын алқасы, дуалдың арғы жағындағы құрбысының жаңа көлігі оның үшін өрттей қаритын. «Тағы да соқыр тиынсыз келдің бе?» деді Айгүлдің дауысы дірілдеп. Бұл жолы ол айқайлаған жоқ, бірақ бұл сыбыр айқайдан да аш еді. Күн батса, үйге құр қол келуден шаршамадың ба? Елдің еркектері тас шайнап тау қопарып жатыр. Ал сенің қолыңнан келері тек осы ма? Асан басын көтере алмады. Оның қолдары жұмыстан қажып күстеніп кеткен. Күні бойы нәпақа іздеп шарқ ұрса да, бүгінгі нәтижесі көңіл көншітпеді. Ол өзін осы үйдің тірегі емес, артық жүгі сияқты сезінді. Әйелінің әрбір сөзі оның жүрегіне біздей қадалып, жігерін құм қылып жатты. Айгүл, бәрі реттеледі. Тек азғандай сабыр керек, деді ол бәсең дауыспен. Сабыр. Айгүл орнынан атып тұрды. Менің сабырым осы ескі үйдің қабырғасымен бірге үгітіліп бітті. Маған сенің бос сөздерін емес, нақты нәтиже керек. Балаларға не кигіземіз? Ертең жұрттың бетіне қалай қараймыз? Сенің бейшаралығыңнан әбден мезі болдым. Ол үстел үстіндегі бос кесені қолымен итеріп жіберді. Кесе еденге түсіп шыңылдап барып тоқтады. Бөлме ішінде ауыр үнсіздік орнады. Асанның еңсесі бұрынғыдан да төмен түсіп, иығына бүкіл әлемнің жүгі түскендей кейіпке енді. Ол өз үйінде өгей адамдай сезініп, осы сәтте жер жарылып ішіне кіріп кеткісі келді. Айгүлдің ашуы шегіне жетті. Ол үстелдің үстіндегі тамақ қалдықтары мен күнделікті тұрмыстың иісі құсқысы толған ауыр пакетті Асанның алдына тарс еткізіп тастады. Отырысың анау, түрің мынау. Тым болмаса осы үйге бір пайдаң тиісін, көзіме көрінбей мына мұсорды төгіп кел, деді ол саусағымен есікті нұсқап. Оның даусында жиіркеніш пен ыза араласып тұрды. Асан үндемеді. Тіпті қарсы келуге қауқары да қалмаған еді. Ол ауыр пакетті қолына алып, басын төмен салбыратқан күйі, ескі туфлиін іле салып сыртқа шықты. Есіктің артынан жабылған тарс еткен дыбыс оның жүрегіне оқ болып тигендей болды. Бұл тек есіктің жабылғаны емес, әйелінің оған деген соңғы құрметінің үзілген дыбысы еді. Дала тас қараңғы. Күздің суық желі жұқа күртесінен өтіп денесін түршіктіреді. Асан қоқыс жәшіктері тұрған ауланың шетіне қарай баяу аяңдады. Әр басқан қадамы сайын іштей өзімен өзі тілдесіп келеді. Мен не жаздым? Неге бағым жанбайды? Күні-түні еңбек етсем де, неге отбасымның алдында қадірім жоқ? Бала шағамды таршылықтан құтқара алмайтын соншалықты дәрменсіз болғаным ба? Оның көзіне жас іркілді, бірақ еркектік намысы оны сыртқа шығармай, ішке жұтқызды. Айналадағы зәулім үйлердің терезелерінен жылтыраған жарықтар оған мысқылдап қарап тұрғандай сезілді. Ол үйлерде бақыт бар, жылулық бар, ал оның барар жері қоқыс тастайтын орын. Қоқыс жәшіктерінің жанына жақындағанда, ол жердегі шашылып жатқан қалдықтарды көріп, өз өмірін соған ұқсатты. Мына қоқыс сияқты мен де қоғамға, тіпті өз жарыма да керексіз болып қалдым ба деген ой өзегін өртеді. Ол қолындағы пакетті жәшікке тастау үшін еңкейе бергенде, айналасындағы сұрқай түстердің арасынан ерекше бір нәрсені байқап қалды. Қоқыс жәшігінің темір қырына ілініп, желмен тербеліп тұрған қаны қызыл түсті бір мата көзіне оттай басылды. Түн ортасы ауған. Қоқыс алаңындағы жағымсыз иіс пен айналадағы шашылған қалдықтар Асанның еңсесін басып тұрды. Ол қолындағы ауыр пакетті жәшіктің ішіне тастай бергенде, кенет көзіне бір нәрсе оттай басылды. Темір жәшіктің өткір қырына ілініп, күзгі суық желмен баяу тербеліп тұрған қаны қызыл түсті матаны көрді. Асан жақындап барып қарады. Бұл қарапайым шүберек емес, өте сапалы, барқыт секілді жұмсақ матадан тігілген әйелдер халат екен. Айдың жарығы оның бетіне түскенде, қызыл түсі тіпті құлпырып, айналасындағы сұрқай тіршіліктен мүлдем бөлек, жат планетадан келген заттай көрінді.
Мұны кім тастады екен? Деп ойлады Асан, матаны қолымен ұстап көріп. Тіпті жыртығы да жоқ, жап жаңа сияқты. Байлардың еріккені болар. Бір рет киіп лақтыра салған ба? Ол халатты жәшіктен еппен босатып алды. Матаның жұмсақтығы мен жылуы оның қатайып кеткен саусақтарына жағымды әсер етті. Осы сәтте оның санасында бір ұшқын жылт етті. Жаңа ғана үйден өзін қуып шыққан, ашудан көзі қанталаған әйелінің бейнесі көз алдына келді. Мүмкін осыны апарсам ба? Деген күмәнді ой келді оған. Иә, бұл біреудің тастаған заты, бірақ түрі сондай әдемі. Мүмкін Айгүл мұны көрсе, жүзі жылып, маған деген ашуы тарқар. Әйел заты сұлулықты жақсы көреді ғой. Асан халатты бүктеп кеудесіне басты. Оның жүрегінде кішкентай ғана үміт оянды. Ол өзін кінәлі сезінген сайын әйеліне қандай да бір қуаныш сыйлағысы келетін. Қалтасы жұқа болғасын, дүкеннен сыйлық алуға шамасы жетпеген соң, тағдырдың осы бір сыйын ол жақсылыққа балағысы келді. Ол айналасына ұрлана қарады. Түн ішінде оны ешкім көріп тұрған жоқ. Халатты күртесінің астына тығып үйіне қарай жылдан басты. Оның көңіл күйі жаңа ғана басы салбырап келген адамнан гөрі бір қазына тапқандай көтеріңкі. Бірақ ол бұл сыйлықтың үйінде қандай дау тудыратынын әлі білмейтін. Асан үйдің есігіне жақындағанда жүрегі атқақтап соқты. Қолындағы қызыл халатты күртесінің астына тығып, оны бағалы жәдігердей қорғап келе жатты. Ол ішінен, мүмкін Айгүл мұны көргенде маған деген ашуы тарқар. Түсі сондай қанық, матасы қымбат көрінеді. Әйелдер мұндайды ұнатады ғой деп өзін жұбатты. Есікті жайлап ашты. Үй іші әлі де суық, әлі де ауыр. Айгүл төргі бөлмеде теріс қарап, ескі көрпені жамылып жатыр екен. Оның иықтарының селкілдегеннен әлі де өкпесі тарқамағаны, бәлкім іштей егіліп жылап жатқаны байқалады. Айгүл, деді Асан сыбырлап. Мен келдім. Әйелі қозғалғанда жоқ. Тек суық дауыспен, көзіме көрінбей, жат орныңа. Сені көргімде келмейді деді. Асан жайлап жақындап қойнынан әлгі қызыл халатты шығарды. Оны төсектің шетіне абайлап жайып салды. Халаттың барқыттай жұмсақ матасы шамның әлсіз жарығымен шағылысып, бөлмеге бір сәт ертегідей көрініс бергендей болды. Қарашы, саған не әкелдім? Мынау өте әдемі екен. Саған жарасат деп ойладым деді ол қобалжып. Айгүл басын бұрып төсек шетінде жатқан қызыл дүниеге қарады. Бір сәт оның көзінде таңданыс ұшқыны жылт еткендей болды, бірақ ол тез арада жиіркенішке айналды. Ол халаттың шетінен ілініп тұрған қоқыс жәшігінің иісін сезгендей мұрнын тыржитты. Мынау не? Деді ол дауысын көтеріп. Қайдан алдың? Дүкеннен алуға ақшаң жоқ екенін білемін. Сонда бұл. Сен не, мұны қоқыстан тауып алдың ба? Асан үндемей төмен қарады. Оның үнсіздігі жауаптан да анық еді. Сұмдық. Айгүл орнынан атып тұрды. Менің күйеуім қоқыс ақтарып, біреудің ескі құс-құсын үйге таситын болған ба? Сен мені соншалықты төмен санадың ба? Мені қаңғыбас деп ойладың ба? Ол халатты жұлып алып, Асанның бетіне лақтырып жіберді. Халат еденге құлап, Асанның соңғы үмітімен бірге шаңға көмілгендей болды. Осы сәтте екеуі де бұл матаның қалтасында не жатқанын әлі сезбеген еді. Айгүлдің қолынан ұшып, еденге жалп етіп түскен қызыл халат жай ғана мата емес, ауыр бір жүгі бар заттай көрінді. Ол еденге тиген сәтте құрқылдаған ерекше дыбыс шығып, халаттың оң жақ қалтасы сөгіліп кеткендей болды. Бөлменің әлсіз жарығында еденге бірдеңелер сарт-сарт етіп шашыла бастады. Асан да Айгүл де үнсіз қатып қалды. Еденде жатқан заттар шамның сәулесіне шағылысып, көзді қарықтыратындай жарқырай жөнелді. Олар жай ғана жылтырақ емес, нағыз сары алтын еді. Бұл не? Айгүлдің дауысы дірілдеп демі ішіне түсіп кетті. Ол жаңа ғана лақтырып тастаған халатқа еңкейіп жасқана қолын созды. Халаттың ішкі астарынан, дәлірек айтсақ, жасырын тігілген қалтасынан бір уыс алтын бұйымдар сауылдап түскен екен.
Мұнда көне шеберлердің қолынан шыққан ауыр білезіктер, жақұт тасы бар жүзіктер, үлкен алқалар мен бірнеше алтын монеталар шашылып жатыр. Әрбір бұйым өзінің салмақтылығымен, тазалығымен мен бағалымын деп тұрғандай. Асанның да есі шығып кетті. Ол өз көзіне өзі сенбей тізерлеп отыра алды. Мен мұны білген жоқпын. Мен тек саған жақсы болсын деп күбірледі ол. Оның қоқыс арасынан тапқан кедейдің сыйы нағыз патшаның қазынасына айналып шыға келді. Айгүлдің жаңағы ашуынан істе қалмады. Ол дірілдеген саусақтарымен бір ауыр білезікті қолына алды. Алтынның суық табы мен салмағы оның бүкіл денесін түршіктіріп жіберді. Бұл оның өмір бойы армандаған, бірақ ешқашан қолы жетпейтін байлығы еді. Бір сәтте үй ішіндегі ұрыста, кедейлікте, тамақтың жоқтығы да ұмытылды. Бірақ бұл байлықпен бірге бөлмеге белгісіз бір қорқыныш та енгендей болды. Мұндай қазынаны кім қоқысқа тастайды? Бұл кімнің алтыны? Бұл бақыт па, әлде бақсыздық па деген сұрақ екеуінің де санасында қылаң берді. Олар бір-біріне үнсіз қарап, алдарында жатқан алтын үйіндісіне үңілді. Осы түн олардың тағдырын мәңгілікке өзгерткенін екеуі де сезді. Бөлме ішіне өлі тыныштық орнады. Тек еденде шашылып жатқан алтын бұйымдар ғана шамның әлсіз сәулесімен шағылысып, мысқылдап тұрғандай көрінеді. Айгүлдің жаңағы ашуы сап тиылып, орнын үрей басқан. Ол қолындағы ауыр білезікті оттан қорыққандай жерге қайта тастады. Асан, мынау не масқара? Деді ол дауысы дірілдеп. Мұнша алтынды кім қоқысқа тастайды? Бұл жайдан жай емес. Мүмкін бұл біреудің ұрланған заты шығар. Әлде біреуді өлтіріп, ізін суыту үшін лақтыра салған ба? Асан да есеңгіреп қалған еді. Оның жаңа ғана қуаныштан жарыла жаздаған жүрегі енді суық мұздай бола қалды. Ол тізерлеп отырған күйі алтынға жақындауға батпай тұрды. Білмеймін, Айгүл, шынымен білмеймін деп күбірледі ол. Мен жай ғана халатты көрдім, оның ішінде мұндай қазына бар деп ұйықтасам түсіме кірмепті. Егер бұл қылмыстың ізі болса, біздің күніміз не болады? Ертең полиция келіп қайдан алдың десе, қоқыстан таптым дегенімізге кім сенеді? Айгүл терезеге жалтақтап қарады. Сырттағы түн оған енді тіпті суық, тіпті қауіпті көрінді. Әрбір желдің гуілі біреу есікті қағатындай, әрбір дыбыс біреу оларды аңдып тұрғандай сезілді. Ол асығыс тұрып, перделерді жауып тастады. Мұны ешкім білмеуі керек деді ол сыбырлап. Ешкім. Егер көршілер көрсе, немесе біреу естісе, біздің басымыз бәлеге қалады. Асан, жинап ал. Жылдам жина. Олар екеулеп жүріп, едендегі алтынды теріп ала бастады. Олардың қимылынан жаңа ғана байыған адамдардың қуанышы емес, қылмыс үстінде ұсталған жандардың үрейі байқалатын. Алтынның салмағы қолдарын қарып бар жатқандай. Әрбір жүзік, әрбір тиын олардың тыныш өмірінің соңы келгенін айтып тұрғандай еді. Мұны қайда тығамыз? Деп сұрады Асан, қолындағы бір уыс алтынды қайда қоярын білмей. Пештің астына. Жоқ, төргі бөлмедегі ескі сандықтың түбіне сал. Үстіне көрпе жастықты үйіп таста деп бұйырды Айгүл. Олар қазынаны тығып жатқанда, екеуінің де көкейінде бір сұрақ тұрды. Бізге бақты келем. Қазіргі сәтте олар кедейліктен емес, осы байлықтан құтыла алмайтын адамдардай. Түн ұйқысыз өтті. Сандықтың түбіне жасырылған алтын Асан мен Айгүлдің төсегінің астында жатқан тірі жыландай сезілді. Таң атпай жатып Айгүл күйеуін оятып, қолына кішкентай, шеті мүжілген алтын жүзікті ұстатты. Мынаны апар. Бір шеттегі ескі зергерге көрсет. Тек абайла, ешкім сезбесін. Бізге нан керек, балаларға киім керек деді ол сыбырлап. Оның көздерінде кешегідей ашу емес, белгісіз бір қомағайлық пен үрейдің ұшқыны пайда болған еді. Асан жүзікті уысына қысып, қаланың шетіндегі ескі базарға бет алды. Жол бойы ол әрбір өткен адамға, әрбір полиция қызметкеріне күдікпен қарап, жүрегі аузына тығылды. Оған бүкіл әлем оның қалтасындағы құпияны білетіндей көрінді. Зергерлік дүкеннің есігін ашқанда, іштегі қоңыраудың дыбысы оның төбесінен жай түскендей әсер етті.
Төрде отырған қарт зергер көзілдірігінің үстінен Асанға сығырай қарады. «Не шаруа, балам?» деді ол дауысы қарлығып. Асан дірілдеген қолымен жүзікті үстел үстіне қойды. Зергер оны қолына алып, лупамен ұзақ қарады. Сосын таразыға салып, басын шайқады. Бұл өте ескі алтын. Жоғары сынапты, проба. Қазір мұндайды кездестіру қиын. Қайдан алдың? Деді қарт, Асанның көзіне тіке қарап. Анашымнан қалған еді. Мұқтажды қысып тұр деп өтірікті судай сапырды Асан. Оның маңдайынан суық тер бұрқ ете түсті. Зергер күмәндана қараса да артық сұрақ қоймады. Ол үстел астынан бірнеше ірі купюраны шығарып ұсынды. Асан ақшаны алғанда қолы дірілдеп, тіпті санамастан қалтасына тығып, дүкеннен атып шықты. Сыртқа шыққанда ол өзін бай емес, қылмыскер сезінді. Қалтасындағы ақша оның санын күйдіріп бара жатқандай болды. Бірақ ең сорақысы, ол үйге жақындағанда базардың бұрышында тұрған бір бейтаныс адамның оны көзімен ұзақ ұзатып салғанын байқамай қалды. Қызыл халаттың құпиясы тек олардың үйінде ғана емес, сыртта да жаңғыра бастағандай еді. Үйге ақша келгесін Айгүлдің түрі мүлдем өзгерді. Ол баяғы мұңлы, ашулы әйел емес, көздері ұшқындаған, тіпті тым асқақ сөйлейтін жанға айналды. Асан әкелген алғашқы табысқа ол тәтті тағамдар мен қымбат маталар сатып алды. Бірақ бұл қуаныш емес, тойымсыздыққа ұқсайтын еді. Асан, қарашы, деді ол сандықтың қақпағын ашып, алтын алқаны мойнына тағып жатып. Біз енді ешқашан мұқтаж болмаймыз. Мына алтынның біреуі ғана бізді бір жыл асырайды. Неге біз бұрын осылай өмір сүрмедік? Ол айна алдында өзін-өзі тамашалап тұрды. Оның үстіндегі ескі көйлегі мен мойнындағы патшалық алқа бір-біріне мүлдем үйлеспейтін. Бұл көрініс қорқынышты, аянышты еді. Асан әйеліне қарап тұрып, оның бойындағы мейірімнің орнын тәкаппарлық басып бара жатқанын сезді. Айгүл, тоқташы, деді Асан мазасызданып. Сақ болуымыз керек. Бүгін базарда біреу мені аңдығандай болды. Зергер де күдіктене қарады. Мына алтын бізге бақыт емес, бәле әкелеме деп қорқамын. Жиіркенішті қызыл халаттың ішінен шыққан қазынаның тегі жақсы емес шығар, қойшы сен. Айгүл қолын бір сілтеді. Қорқақсың. Тәңірдің берген сыйын пайдалана алмай отырсың ба? Ертең тағы бір білезікті апар. Маған жаңа пальто керек, көршілердің алдында масқара болмайық. Асан үндемей терезеге жақындады. Сыртта қараңғы түскен. Көшедегі жалғыз шамның астында бір қара көлеңкенің тұрғанын байқап, денесі мұздап кетті. Ол адам қозғалмай, тура осы үйдің терезесіне қарап тұр екен. Асан дереу пердені жауып тастады. Айгүл, шамды өшір, деді ол сыбырлап. Сыртта біреу бар. Екеуі де тым-тырыс бола қалды. Үй ішіндегі алтынның жылдыры енді оларды қуантпай, керісінше оларды тұтқынға алғандай сезілді. Олар сандықтың үстіне ескі көрпелерді қайта үйіп, қараңғыда демдерін ішіне тартып отырды. Сырттағы бейтаныс адамның қадамы қарсы алдындағы ескі қақпаның жанынан естілді. Сартыл-сартыл, бұл дыбыс олардың жүрегіне қорқыныш болып қадалды. Қызыл халаттың иесі немесе соған қатысы бар біреу олардың ізіне түскендей еді. Енді олар бай емес, аң астындағы жемтіктей күйде қалды. Түн ортасы. Үй іші тас қараңғы, тек сандық жақтан ескі ағаштың сықырлаған дыбысы естіледі. Асан мен Айгүл көз ілместен сырттағы әрбір сыбдырға құлақ түріп жатты. Кенет ауланың ескі қақпасы баяу ашылып, ауыр қадамдар терезенің астына келіп тоқтады. Тарс-тарс. Есі қатты қағылды. Асан орнынан атып тұрып, қолына ескі балтаны алды. Айгүл қорыққаннан сандықтың үстіне отыра кетті. Ол өз денесімен алтынды қорғағысы келгендей еді. Кім бұл? Деді Асан даусы дірілдеп. Аш есікті, балам. Мен сендерге жамандық іздеп келген жоқпын, деді қарлыққан қарт дауыс. Бұл базардағы әлгі зергер екен. Асан есікті ашқанда алдында жүзі сынық, көзінен мұң төгілген қарт тұрды. Ол төрге озып, үнсіз сандыққа қарады. Менің соңымнан аңдып жүргендер бар, сондықтан түнде келдім, деді зергер ауыр күрсініп. Асан, сен әкелген жүзік ол жай алтын емес.
Ол осыдан 30 жыл бұрын жоғалған бір бай әулеттің қайғылы тарихымен байланысты қазына. Ол халатты кім тастаса да, оның ішіндегі алтыннан құтылғысы келген. Айгүл шыдай алмай, неге? Бұл байлық қой. Бізді кедейліктен құтқарған бақ қой. Деп айқайлап жіберді. Зергер оған аянышпен қарады. Бұл алтын көз жасы мен қиянаттың өтеуі. Оны иеленген адамдардың ешқайсысы бақытты болмаған. Халаттың қызыл түсі де кездейсоқ емес, ол құрбандықтың белгісі. Оны қоқысқа тастаған адам, бәлкім, өз жанын аман алып қалу үшін солай істеген болар. Сендер де байқаған шығарсыңдар, алтын келгелі үйлерінде тыныштық бар ма? Бір-біріне деген мейірім қайда? Асан мен Айгүл бір-біріне қарады. Расымен де соңғы бірнеше күнде олар тек алтынды санаумен, оны жасырумен және бір-біріне күдікпен қараумен болды. Тамақтың дәмі, ұйқының тыныштығы кеткен еді. Ертең таңда бұл үйге нағыз иелерінің соңына түскен қара ниетті адамдар келуі мүмкін деді зергер орнынан тұрып. Алтынды тастаңдар немесе иесіне қайтарыңдар. Әйтпесе бұл қызыл халат сендердің де шаңырақтарыңды ортасына түсіреді. Қарт зергер түн қойнауына сіңіп кетті. Асан мен Айгүл таң атқанша үнсіз отырды. Олардың алдында ауыр таңдау тұрды, қанмен келген байлық па, әлде тыныш, бірақ кедей өмір ме? Таң бозарып ата бастады. Үй іші әлі де суық, бірақ сандықтың түбіндегі алтынның жылтыры бұрынғыдай көзді қуантпай, керісінше жатқан орнын күйдіріп бар жатқандай сезілді. Асан мен Айгүл түні бойы көз ілместен бір-біріне қарап отырды. Олардың жүздерінен қажу мен өкініш байқалатын. Айгүл деді, Асан даусы нық шығып. Біз бұл алтын келгелі бақытты болмадық. Бір-бірімізге жаудай қарадық, үрейден өзегіміз өртенді. Бұл байлық бізді асырамайды, бізді құртады. Зергер айтқандай, бұл біреудің көз жасы. Айгүл баяу басын изеді. Ол мойнындағы ауыр алқаны шешіп сандықтың ішіне лақтырды. Оның көзінен жас сорғалап ақты, бірақ бұл жол ашудың емес, тазарудың жасы еді. Сенікі дұрыс, Асан, біз кедей болсақ та, басымыз аман, бауырымыз бүтінеді. Мынау қазына бізді адамдықтан айырды. Мұны қайтадан сол қоқысқа апарып тастайық. Кімге керек болса, сол алсын, бірақ біздің шаңырағымызға бұл бақыт келмеді. Асан халатты қайта алып, барлық алтынды оның қалтасына нығырлап салды. Сосын оны мықтап орап қолтығына қысты. Екеуі қол ұстасып таңғы шықпасқан көшемен баяу жүріп отырып, сол баяғы қоқыс жәшігіне келді. Асан қызыл халатты баяғы орнына темір қырына іліп кетті. Олар үйге қайтып келе жатқанда, иықтарынан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалды. Күннің алғашқы сәулесі беттерін жылтқанда, олар алтынның жылтырынан да қымбат нәрсені, жан тыныштығын тапқандай болды. Арада бір жыл өтті. Асан жаңа жұмысқа тұрып, еңбегімен ақша тауып, үйіне адал нәпақа әкеле бастады. Олар бұрынғыдай бай болмаса да, дастархан басында күлкі мен жылулық қайта орнады. Ал әлгі қызыл халат пен алтын туралы олар ешқашан тіс жарып айтпады. Кейде кешкісін Асан қоқыс төгуге шыққанда, сол баяғы жәшікке бір қарап қояды. Ол жерде енді ешқандай қызыл халат жоқ еді. Бірақ ол біледі, нағыз байлық сандықтың түбінде емес, адамның жүрегіндегі сабыр мен адалдықта.